Біз мына тұрған Лос-Анджелес қаласынан мына жолмен келіп мына жерге келіп тоқтадық. Сапарымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір 1 сағаттық жаңа айтқандай жол қалды Лас-Вегасқа дейін. Сіздерге бұл тастардың бюджетін айтайын ба? Көріп тұрсыздар ма, Лас-Вегас деген белгі. Осындай көріністің куәсі болыңыздар сіздерде. Қараңыздар қандай тамаша. Қазір біз Лос-Анджелестен бір 4 сағат бұрын шықтық. Жалпы Лос-Анджелестен Лас-Вегаске дейін бір 4 сағаттық, 4,5 сағаттық жол. Енді асықпай 5 сағатта жетесің осылай. Бір рет тоқтауға болады. Мысалы біз қазір 3 сағаттай жол жүрдік. 3,5 сағаттай шамамен. Осы бірінші тоқтауымыз. Мына тоқтаған жер Американың жақсы жері. Осындай алыс сапарға шығып, сондай демалыс ұйымдастырсаң, сол проблема емес та. Көлікпен беймарал шыға бересің. Қалаған жерінде осындай rest area дейді. Осындай жерлерге тоқтап, демалып, тынығып, тіпті мысалы түннің бір уағында тоқтасаң осындай жерге демалып, ұйықтап, таң атқан кезде ары қарай сапарын жалғастырып кете бересің да. Сонысымен ыңғайлы бұндай жерлер. Енді біз қазір нақты қай жерде тұрмыз? Әлі Калифорниядан шыққан жоқпыз. Лас-Вегас ол басқа штат болып есептеледі. Невада штаты. Дәл қазіргі жағдайда біз мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, мынау қазір Калифорния штаты. Мына жерде мына басталған сызықтан өткен бойда біз Невада штатына өтеміз. Біз мына тұрған Лос-Анджелес қаласынан мына жолмен келіп қазір мына жерге келіп тоқтадық. Лас-Вегасқа бір сағаттай жол қалды. Бұйырса жетіп қаламыз деп ойлаймын. Енді жалпы осы rest area-ның ерекшеліктерін қазір сіздерге көрсете кетейін. Мына жақта осындай қандай жағдайлар қарастырылған, мысалы мына кәдімгі қарапайым көлікпен келіп мына жерге тоқтап демалсаңыз болады. Ар жақта жаңағы трактарға арналған жол. Біз әлі де Калифорнияда болғандықтан мынадай баннерлер жасап қойған, жалпы Калифорния туралы ақпараттар, мысалға Калифорнияның көрнекі жерлерін, мысалы мына жерде Сан-Францискодегі бір көпірлердің бірі, Опенпен байланыстыратын Бейбридж көпірі. Сосын тағы не мынау Сан-Диегомен байланыстыратын күре жолдардың бірі 405 фривей. Мына жақта демалыс орындары деп жазып қойыпты. Неше түрлі Голливудта тағысын тағы сондай. Осындай rest ареялары Калифорнияның, жалпы Американың rest ареялары осындай тоқтап трак-стоп деп айтады. Тракпен жұмыс істейтін жігіттер, көбіне сол жақта қызмет жасайтын адамдар осылай шектеу болады ғой. Жұмыс істеген кезде белгілі бір шектеу бар. Нақты қанша сағат екен білмеймін, бір 10 сағат, 12 сағаттан кейін міндетті түрде олардан логбук деген болады. Міндетті түрде тоқтаулары керек, тоқтап демалулары керек. Белгілі бір сағат, 8 сағат па, 6 сағат па ұйықтап, сосын барып ары қарай сапарларын жалғастырады. Негізі заң бойынша. Сол үшін осындай жерлерге тоқтап, демалыс алып, ары қарай жұмыстарын жалғастырады. Көп жағдайда тракта жұмыс істейтін жігіттер. Солай. Мынадай дәретханаларына келетін болсақ, жақсы жасалғанда жалпы адамдарға жағдай. Мынадай телефондар қойып қояды, мына жер квотер 50 цент дейді, 50 цент саласында Американың кез келген жеріне хабарласа бересің. Мынадай су ішетін ыңғайлы заттар, туалеттері. Ішіне кіріп көрсете салайын, адам жоқ болса. Осындай туалеттер ар жақта. Мына айналарын сызып тастаған екен. Осындай тап-таза, бұларды үнемі тазалықта ұстайды, қараусыз қалмайды. Ең бастысы бұндай жерлерде жаңағы қалпында ұстап отырады да. Арнайы белгіленген бір адамдар осы жерге бекітіп қояды. Мына жерде нелер болу керек тіпті.
снэкс сондай бірдеңе сататын мына жерде жоқ екен енді. Кейбір осындай рест арияларда душқа да түсетін мүмкіндіктер қарастырылған. Мына жерде нақты бар ма жоқ па білмеймін. Өте ыңғайлы да бұл. Ұзақ жолдарға шыққан кезде, трип жасаған кезде, осындай машинамен трипке шыққан кезде, бірнеше штатты аралаған кезде араға көп уақыт салмай осындай демалыс, яғни тоқтап демалатын жерлер өте көп. Мысалға мына көліктер, трактор ғана емес, көліктер де дәл осылай тоқтап, ұйықтап, ары қарай жолын жалғастыра берсе болады. Мысалы жаңа қызметкерлер дедім ғой, кетіп бара жатырған тазалық сақтап, әр жерін. Қараңыздаршы, бір қоқыс жоқ. Мына жақ кәдімгі дала, кәдімгі бетпақ дала. Ал енді біз сапарымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір 1 сағаттық жаңа айтқандай жол қалды Лас-Вегасқа дейін. Бұйырса ол жаққа жетіп, сіздерге қаланы, ол жақтың тыныс тіршілігін көрсететін боламын. Сондықтан да кеттік. Невада штатына кіріп бара жатырмыз. Міне Welcome to Nevada деп шықты. Қазір бізде картаға қош келдіңіздер деп жатыр. Осындай кішігірім бір қалашықтан өтіп бара жатырмыз. Прим деген осылай күтіп алып жатыр бізді. Невада штаты кішкентай қалашығымен, көріп тұрғандарыңыздай аттракциондар, осындай міне шекарадан дәл осы қалашық шекарада орналасқан екен. Калифорния мен Неваданың арасындағы осындай бір кішігірім қалашықтан өтіп бара жатырмыз. Бізге дәл Лас-Вегастың өзіне жетуге 36 минуттай қалды. Бұл дегеніміз 39 миль. Сондықтан да сапарымызды жалғастырамыз. Қазір осындай бір жерге тоқтадық. Лас-Вегасқа 10 майлдай жер қалды. Seven Magic Mountains деген жер. Лас-Вегасқа жетер-жетпес жерде осындай орналастырылған екен. Кәдімгі қарапайым тастар ғой. Осыдан туристердің келуіне осындай туристік жер жасап қойған. Жалпы 2016 жылы құрастырған екен. Бір швейцариялық мүсінші дейміз бе, қолөнер шебері дейміз бе, осыны жасаған екен. 2016 жылы оның өзі уақытша жасаған екен. Уақытша 2 жылға деп белгілеген. Одан кейін халықтың көңілінен шығып, туристердің көптеп келуіне ықпал еткеннен кейін тағы да 2021 жылға дейін созған екен. Енді қараңыздар, осындай тастар биіктігі шамамен қанша мынау? Бір 15 метр шығар шамамен. Сіздерге бұл тастардың бюджетін айтайын ба? Бір 3,5 миллион долларға салынған екен. Біздегі Алматыдағы әлгі тиынның салынғанына ренжімей қойыңыздар. Кәдімгі қарапайым тастар алғанда қойып, бояп тастаған. Енді бұл өз алдына бір әдемі, қарасаңыздар. Креатив қой, былайша айтқанда. Қараңыздар, адамдардың қалай ағылып келуіне, карантинге қарамастан, жай күндері
статистика бойынша бұл жерге күніне 1000-ға жуық адам келеді екен. Ойлаңызшы, қарапайым жай ғана бір осындай дүниелерді жасап табыс көзіне айналдырған туристердің ағылып келуіне себепкер. Америка жалпы маркетингтің атасы ғой. Кәдімгі жазық, бетпақ дала. Ау жақтарда кактустар өсіп жатыр. Осындай жерде керемет, осындай әдемі өнер туындылары орын алған. Көп адамның көңілінен шығып, осындай қошеметке ие болған десек те болады. Жалпы тастардың қандай не мағына беретіні кіреберісте жазылған, адамдарға көңіл күй, сондай ажайып көңіл күй сыйлау мақсатында тұрғызылған екен. Біз ары қарай сапарымызды жалғастырамыз. Лас-Вегаста жүздескенше. Әйгілі Лас-Вегастың белгісіне келдік. Әуежайдың жанында орналасқан екен. Жақта қазір көресіздер. Кезекті қарасаңыздар, қандай кезек. Мәссаған. Көріп тұрсыздар ма, Лас-Вегас деген белгі. Ондаған, жүздеген адам осылай жинала беретін сияқты ғой. Біз қазір көреміз, кезекке тұрамыз ба, тұрмаймыз ба. Бұлар дәл әлгі белгінің астына барып тұру түсу үшін кезекке тұрған адамдар. Ар жақта қала, қаланың орталығы. Ар жақта әуежай. Осындай кішігірім паркинг жасап қойған осы белгінің жанында. Кезек жай жүріп жатыр негізі. Біз жанына барып түсе саламыз ба деп тұрмыз, енді қазір көреміз. Туристердің ағысы өте көп. Кезекте тұрып күтуге уақыт жоқ, енді қысқа уақытқа келдік бір күнге. Сондықтан жанына тұрып суретке түсе салдық. Ары қарай қазір қонақ үйге барып чек-ин жасаймыз. Мына жерге барамыз ба, достар? Осы жерге барып бір ойды сергітіп қайтпадық па? Мынау енді орталық болып есептеледі. Барлық негізгі ғимараттар осы жерде. Жолда байқасаңыздар, жаяу жүргіншілердің жолы жоқ. Барлығының мынандай өтпелі көпірде, осындай өтпелі көпірлер арнап қойған. Үстінен өтіп түсіп сөйтіп жүресіз. Қонақ үйге келдік. Бұйырса осында Лас-Вегаста бір күн боламыз да ертең түстен кейін қайтамыз бұйырса.
осындай көріністің куәсі болыңыздар сіздерде. Мына қараңыздар, қандай тамаша. Мәссаған. 50-ші қабат. Мынау жалпы біз осы орталықтамыз. Негізгі қаланың барлық қызу тіршілік осы жерде. Туристердің келетін осындай жаңа ғимараттар, казинолар, ал қарапайым халық мына жақ бөлігінде кәдімгі жер үйлерде, сондай жерлерде тұрады. Лос-Анджелес сияқты жалпы ұқсас екен. Қаланың бір орталығы, соның айналасында жер үйлер. Не деген биік мынау? Қанша этаж екен мынау? Қазір қаланы үстінен көреміз. Сәл күн батып кетті енді. Дәл күннің батуына жоспарлаған едік. Уақытпен кішкене сай келмей қалды. Сондықтан қазір көреміз. Мына қараңыздар. Мәссаған. Ал келді достар. Өзіміз ғана сияқтымыз ғой. Түнгі Лас-Вегастың көрінісі осындай достар. Біз қандай биіктікте тұрмыз десеңіздер, дәл қазір біз 167 метр биіктікте тұрмыз. Бұл дегеніміз әлем бойынша бұл колесо обозрения, орысша айтсақ, қазақша аудармасын есіме түспей тұрғаны. Әлем бойынша ең биік болып есептеледі екен. Мынау қаланың орталығы, бағана айтқандай. Мынау негізгі осында қызу, жаңағы барлық туристердің келетін жері болғандықтан мына жер жап-жарық. Қазір шығып көшеге де жүріп қайтамыз, көретін боласыздар. Мысалға мына жақтарды қарасаңыздар, майда-майда шамдар жанып тұр ғой, бұлар жер үйлер. Лас-Вегас күнгі қала достар. Бұл жақта Лас-Вегаста ұйықтамайды деп айтып жатады. Таңға дейін отырады мұнда. Әр қонақ үйдің астында болсын, кез келген осында орталықта орналасқан ғимараттардың ішінде осындай казино, ойын автоматтары бар. Түрлі жаңағы ойындарды өткізеді. Енді біз ойнамаймыз бұндай құмар ойынымен, және де ешкімге де ойнауға кеңес бермеймін. Ол сіздің және отбасыңыздың барлығының өміріне әсері тиеді, зияны тиеді. Сондықтан да ешқашанда құмар ойынын ойнамаңыздар. Достар, мынау Нью-Йорк деген ғимараттың ішіне кірдік. Ғимараттың ішінде қала соғып тастаған ғой, қала іспетті. Декорациялар, қараңдар, неше түрлі автоматтар болсын,
кафе бар. Арғы. Нью-Йорктың кішігірім макетін салған ғой. Бағанағы аттракцион ғой достар. Күн жарық кезде сіздерге көрсеттім ғой. Соған жана мініп аспанға бір ұшып қондық. Тамағым қарылып қалды, айғалай бер. Өкінішке орай камерамен кіргізбей қойды. Өздерінің сондай қызметтерін ұсынады екен. Суретке түсіріп, камерамен видеоға түсіріп дегендей. Оны алған жоқпын. Қараңыздаршы, қандай керемет. Барлық ғимараттар неше түрлі стильде салынған. Бұлардың әрқайсысы Голливудтың бір фильмдерінен байқаған боларсыздар. Естеріңізге түсіп жатса, жаза отырыңыздар. Лас-Вегастың негізгі бульвары Лас-Вегас деп аталады. Осы көшенің бойында барлық ғимараттар салынған, барлық ойын-сауық орталықтары, қонақ үйлер, түрлі дүкендер, барлығы осы көшенің бойында. Келген халықтың қарасы жаман емес. Негізі енді қазір туристік сезон емес қой, туристердің ағылып келетін. Соның өзінде қараңыздар, халық қаншама. Кейбір тұстарымен жалпы былай алатын болсақ, Астананы еске салады. Астанада негізі осы туристерге негізделген қала ретінде салынған ғой. Осындай форматта. Қараңыздар. Бірақ Астанамен айырмашылығы, бұл қала нағыз жаңағы құмар ойындарының не дейді оны, азартниктер дей ма? Соларға арналған қала. Сәулет өнерінің ең мен деген шеберлері бұл қаланы салғаны көрініп тұр. Түнгі қаласы енді ерекше. Бағана біз күндізде көрдік қой. Түнгі қала мүлдем өзгеше екен. Достар, бүгін екінші күн Лас-Вегастегі. Қазір біз үлкен бір молда жүрміз. Бұл жерде көптеген брендтер орналасқан. Қазір бұл жерден бір өзімізге керекті бір-екі затты аламыз да, ары қарай бір жерге баратын боламыз. Оны міндетті түрде сіздерге көрсетемін. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Кеше жалпы күн керемет өтті. Келе салысымен қонақ үйге тоқтап, көлігімізді тастап, ары қарай көшеге қыдыруға шықтық. Оны видеодан көріп тамашаладыңыздар. Сөйтіп түн батқанша дейін жүрдік. Аяғымыз талғанша шаршап шалдығып, сөйтіп қонақ үйге барып құладық. Енді қазір жаңағы бір жерге барамыз. Сөйтіп ол жақтан шығып, ары қарай Лос-Анджелеске қайтатын боламыз. Достар, осымен 2 күндік сапарымыз тәмам. Енді қазір жолға шығамыз, Лос-Анджелеске үйге қайтамыз. Жалпы Лас-Вегас жайлы кішігірім ой түйін болса, өте әсем, өте көрікті қала. Барлығы адамдарға салынған ыңғайлы. Кеше Астанамен салыстырып жатырмын ғой. Тағы да бір
қоса кетейін, Астанамен келеді кейбір тұстар, әдемілігі, ғимараттардың сондай әсем түрде салынғаны. Жалпы керемет қала екен. Видеоны тамашалап көргендеріңіз үшін рахмет. Өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, лайктарыңызды аямай, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар. Әр қазақтың баласы Америкаға келіп осылай емін-еркін қыдырып жүруіне тілектеспін. Барлықтарыңызға бұйырсын деп тілеймін. Барлықтарыңызға тағы да рахмет, көріп тамашалағандарыңыз үшін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.